Кезекті черный кассамызға жиналамыз деп әбден позор болдық. Ең алдымен қыздар болып апортта кездестік. Әртүрлі чипсы суларымызды Магнумнан алып алдық. Барлығымыз түскі ас уақытында жиналғандықтан Go Sushi'дан ең дәмді крылышки суши пиццаларға тапсырыс бердік. Мен өзім запеченный Филадельфия дегенді бірінші рет жеп көрдім. Енді дәмі өте керемет екен. Баршаңызға осы Филадельфия запеченныйдың дәмін көруге кеңес беремін. Тамақтанып болғаннан соң ұлжан құрбымызға 1 миллион теңге ақша жинап бердік. Содан соң бәріміз бала шағасыз демалайық деп апорттың ішіндегі Майами аквапаркіне келдік. Біз жұмыс күні келгендіктен адам аздау екен. Ең бірінші болып даладағы бассейнге түстік. Суы өте жып-жылы, ауа райы өте керемет болып тұрды. Содан кейін бәріміз ішке кіріп, барлығымыз балаша қуанып, мына биік горкадан қайта-қайта сырғанадық. Қыздармен осылай әр ай сайын кездесіп, көңілді уақыт өткіземіз. Негізі әр ортада бір жынды, қуғынбай бір адамдар болады ғой. Сондайдың бірі бізде Ұлжан. Мына видеоны көріп қайта-қайта күле бердім ғой. Мына жерде құтырып тұрып, өзі бірінші суға түсіп кеткен ғой. Негізі меруертпен бірге секірем деп тұрған адам. Сонымен екеуі қайтадан секірді. Кейін біз қыздармен тұзды бөлмеге келіп, біраз демалып жаттық. Ал достар, келесі касса менікі. Қай жерде өткізсем болады? Қандай идеяларыңыз бар? Комментарийға жаза кетіңіздер.